қарызды қайтаруға білім ал деп жатырмыз ғой. Қарыз алуға да білім керек екен ғой. Ассалаумағалейкум құрметті біздің YouTube көрермендеріміз, сіздермен Жеңіс Орда желі өсу ордасы. Бүгін бізде қарыз мәселесі туралы екінші подкастымыз. Бүгін бізде қонақта өзіміздің заңгер ағамыз Қанат мырза келіп отыр. Бүгін осы Қанат ағамызбен кредит жөнінде, несие жөнінде, рассрочка, қарыз, просрочка, арест туралы подкаст түсіретін боламыз. Сонымен қатар біздің ұстазымыз Жеңіс Есенгелдин және Жеңіс Орда желі өсу ордасының маркетинг бөлімінің басшысы Мейір Касенхан және де мен Бегайдар Бағлан медиа бөлімінің басшысы. Ал Қанат аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгінгі қазіргі таңда осы несие мәселесі өте актуалды болып тұр. Осы жөнінде сіздің заңгер ретінде сіздің ақылыңызды, сіздің кеңесіңізді алу үшін сізді арнайы шақырып отырмыз. Өйткені біздің осы YouTube-ты көп адам көретін болғандықтан сіздің де сөзіңізді көпшілік адамға жеткізгіміз келді. Осындай ниетпен сізді шақырып отырмыз. Жалпы сізге мен бірнеше сұрақтар қоятын боламын. Қарапайым халыққа түсінікті ретінде осы заңмен ұштастыра отырып жауап берсеңіз деген ниеттемін. Ең бірінші, несиені барлығымыз білеміз, ол процентпен алады. Мысалы, 600 мың алсаң, оны миллион қылып қайтарасың деген тәрізді. Бұл көп адамның ішіндегі бұл бір боли деп айтамыз ба, сол. Осындай, жалпы осылай жасауға бола ма? Мен 600 мың кредит алдым да, сол 600 мың қайтаратын қылып істеуге бола ма? Әлде олай никак па? Енді ондай жағдайлар болады. Мүлдем болмайды деп айтуға болмайды. Ондай жағдайлар болады. Егер де осы қарыз алу, қарыз беру шартын заңсыз деп таныған жағдайда, заңға сәйкес келмесе, сол заңды шарт сот арқылы бұзған кезде, онда тек қана алатын негізгі қарызды ғана қайтаратындай жағдайлар болады. Ал бұлайша адамдардың көбі ойлайтындай, тек қана мен қазір осындай жағдайға байланысты бір жағдайларды айтып, ауырып қалдым, жұмыстан шығып кеттім, соған байланысты мен тек қана өзімнің негізі қарызды ғана қайтарам деп дұрыс емес түсінік болып жатады. Бірақ заңмен жаңағындай сот арқылы қарыз алу беру шартын заңсыз деп таныған жағдайда тек қана негізі қарызды қайтаруға болады. Мен сондай жағдайда 600 мың алсам, сондай бір жағдайларда тек қана үстіндегі 1000 миллион қылып емес, тек 600 мың теңге қайтара аламын да. Енді ол жерде қай уақытта сот заңсыз деп таниды? Енді кез келген шартты сот заңсыз деп танымайды ғой. Егер кейбір шарттарда, кейбір жағдайларда осы шарттар заңға сәйкес келмей жатады. Мысалы үшін көп жағдайда микрокредитке алып жатқандарды оларды заңсыз деп тануға көп жағдайда болады. Өйткені олардың былайша айтқанда процентный ставкасы өте жоғары болады. Біздің Қазақстан Республикасы заң бойынша адам немесе несиені қарызға беретін ұйымдар, қаржылық ұйымдар, олар өзінің ойына келген процентті қоя алмайды екен. Өйткені сол процент заңмен шектелген. Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің арнаулы қаулысы бар, соған сәйкес шектелген. Сондай шектен асып кеткен жағдайда бұл несие шарты заңсыз болады. Содан кейін несие беретін ұйымның микрокредитке байланысты, сол жерде оның атауында сондай, мысалы үшін ТО, МКО деп жатады ғой, МФО деп жатады, микрокредитная организация деп жатады. Оның атауында сондай микроқаржылық ұйым екені атауында болу керек. Егер оның атауында жай әшейін ТО дейтін болса, онда оның өзін заңсыз деп тануға болады, сол жаңағы ұйымның берген шартын. Содан кейін жаңағы несие кейбір микрокредиттік ұйымдар, кейбіреулер енді былайша айтқанда заңға томпақ істеп жатады. Олардың жаңағы ұлттық банкта реестрде болу керек. Солардың бұл осындай операция болған себептен арнаулы лицензиялар болу керек. Кейбіреулер лицензиясы жоқ, солай бере береді. Соны кейін ұлттық банкқа жаңағы сұраным, яғни запрос жасап, осындай сендерде бар ма деп, ондай жауап келіп, сол микрокредиттік ұйымның ешқандай тіркеуі жоқ, ешқандай лицензиясы жоқ болса, ол ұйыммен жасалған шартты заңсыз деп танып, жаңағы несие алушының тек қана өзінің алған қарыз сумасын қайтаратындай қылып жағдай сондай жасауға болады. Сот арқылы соның бәрін дәлелдеп. Енді біздің өзіміздің практикамызда сондай болды.
тек қана өзінің төлеген ақшасын емес, оны ай сайын анадан ұстап, айлығынан ұстап ұзартамыз дейді, тағы бір комиссиялар дейді, ана шарттың бір несие шартының бір мәмілелерін бір өзгертеміз деп тағы сол үшін ақшалап, соның барлығын есептеп келгенде ана негізгі қарыздан да асып кеткен ақшалар кейін комиссия деп айтамыз. комиссия дейді әрбір несіне, соның өзін артық төленген ақшасын қайтарып алған да жағдайлар болады сот арқылы. Иә, мен 2018 жылы 2017-18 жылдары мен сонымен айналыстым как раз. Осы Алматыға келіп Зангар Партнерс деген компания ашқанбыз. Жаңағы үстінен үстеме комиссияны қайтару арқылы 49 миллиондай ақшаны адамдарға қайтарып бердік негізінде. Сосын кейін жаңағы сол нәрсе қаулы шықты да, жасалмайтын болып қалды. Қарап отырсаң, мен де өзімді таңғалдым. Бір күнде 5 рет сотқа келген уақыттар болды. Сонда таңғалғаным, сонда банктер, біз ойлаймыз ғой, банк деген мемлекетпен байланысты деп ойлаймыз ғой. Банк бұл бизнес екен ғой. Яғни бұл бизнес, бұлар тек жаңағы екінші дәрежелі банктер деп айтады да, бұл кәдімгі бизнес ошағы. Қай жерде ресторан тұр, ресторанда бизнес, магазинда бизнес сияқты, банкта бизнес екен да шейін. Бұларда нені заңды үстінен басып өте береді екен да, халықтың жаңағы сауатсыздығын пайдаланып деген сияқты. Енді жаңа сізге бір сұрақ, осы орайда сізде болды ма сондай жағдайлар, сол микрокредиттік ұйымдардың алған қарыздары заңсыз деп танылып, тек қана өзінің пайызын беріп өндіріп алған уақыттар болды ма? Болды, иә. Ондай жағдайлар жиі болды. Жаңағындай айттым ғой, ол жерде тек қана өзінің алған негізі қарызын суммасын ғана қайтарып қолмай, жаңағындай әртүрлі төлемдермен жалпы. Жаңағы пенямен сотқа бергенге дейін, пенямен кейбіреулер клиенттер бізге обращаться етеді, бізге клиентті айтады, мен 100 мың теңге алып едім, мен қазір 300 мың теңге төлеп тастадым, бірақ әлі қарызым жабылмай жатыр. Сондайдағы жағдайда біз сотқа береміз, сөйтіп заңсыз деп таныған кезде ешнәрсе бермейтін болып қалады. Керісінше аналардан өндіргеніміз бар біздің. 200 мың теңгені аналардан өндіргеніміз бар да. Сондай да болады. Керемет екен. Негізі мынандай болуы мүмкін бе? Мысалы, заң банктер бар ғой, бірнеше банктар бар мысалы. 10-15 шақты ма, мысалы, аты танымал банктар бар. Әрқайсысының мысалы бағана договор дедіңіз ғой. Сол кезде әрқайсысының договорлары проценттен басқа әртүрлі болып болуы мүмкін ғой, получается, иә? Мүмкін. Өйткені әрбір банкпен жасалатын несие шарты, оны Қазақстан Республикасының ең бірінші азаматтық кодексіне сәйкес, одан кейін Қазақстан Республикасының банк және банк қызметтері туралы заңына сәйкес, және әрбір банктың өзінің кредиттік политикасына сәйкес беріледі, жасалады жаңағы шарт. Кейбіреулерде, мысалы үшін, кейбір жағдайларда, мысалға айтқан кезде, кейбір банктарда безакцептное списание деген болмайды. Мүмкін жаңағындай осындай просрочка шыққан кезде жаңағы айлығының 50%-ын ПТП жаңағы карточкасына ұстап қалады. Ондай мен өзім кездестірдім. Кейбір банктарда ондай пункт жоқ несінде. Көп жағдайда адам просрочка шықса, уже 90 күннен кейін карточкасының жартысының ақшасын 50%-ын алып жатады. Ол рұқсатсыз негізі, заңсыз. Ол заңды ол енді негізі. Өйткені біз осы жаңағы нені біздің де қосқан үлесіміз бар деп ойлаймыз. 2017-ге дейін толық алатын. Мысалы үшін адам айлығына жұмыс істеп жатырды. Айлығынан басқа табыс көзі жоқ. Просрочка шығып кетті, мысалы үшін төлей алмай жатыр. Банк алады 100% жаңағы ПТП-ны қойып тастайды. Яғни сотқа ешқайда бермей, шартта көрсетілген жаңа осындай жағдайда сол есепті шотынан ұстай алады деген. Платежное требование поручение жоқ. Банк өзі ПТП-ға қойып тастайды. Мысалы үшін клиент Каспий банктан қарыз алатын болса, айлығын Народный банктан алады. Сонда бізде Қазақстан Республикасында екінші деңгейлі банктардың арасында өзара келісім бар. Мына банктар кредит төлей алмай жатса, ПТП дейді, жаңа платежный требование поручение банкқа қойып, ана ұстап жатқан ақшасынан жаңағыдай 50%-ын мына жаққа ұстап қалып та жаңа айлығына төленіп түсетін ақшасынан. Енді біз 100% ұстау деген қазір болып жатқан жоқ. Иә, қазір мына 2017-те жаңа біз жаздық, парламентке жаздық, президентке де жаздық. Бізде бір көп балалы ана келді. Сол кісінің атынан біз енді ол кісінің аты жөні бәрі қазір мен есімде сайрап тұр.
бірақ айтқым келмейді, сонда өте қиын жағдайда қалған да. Басқа табыс көзі жоқ, өзі жаңа пәтер жалдап тұрады, тек қана айлығы 100%-ын ұстап салды. Енді біз келгенде жаңа парламентке де жаздық, жаңа президентке де жаздық, бәріне жаздық. Соның әсері болар, мүмкін тағы да басқа адамдар жаңағында енді бір кішкене қоғамдық резонанс болды осы неден. Содан 2017 жылы осы банк және банктық қызмет туралы заңға өзгеріс енгізіп, банктар 50%-нан артық ұстай алмайтындай қылып. Жаңағындай сондай заңға өзгеріс енді. Жаңағы мысалы мен сұрап отқан себебім, әр банктың несі ережесі, договорлары әртүрлі болады ма деп сұрап отқан себебім, мысалы бір банк алады да бірінші кредитті жауып жатқан кезде бірінші проценті жабылады, одан кейін барып основной долг жабылатын бар екен да, ал одан кейінгісін уже общий жартысы кредит процент жабылады, жартысы кредиттің основной қарызың жабылады екен да. Сондай ережелер бар екен, оны көбісі білмейді екен да. Иә, сіздің айтып отырғаныңыз ол енді көбінде жаңа несие шарты ішкі саясатқа байланысты жасалады дедік. Енді несие шарттың ажырамас бөлігі график погашения. Әңгіменің бәрі сол жерде тұр да. Енді метод погашения дейді. Осы ақшаны төлеудің түрлері бар. Аннуитетный платеж дейді, дифференциальный платеж дейді, равными долями дейді. Енді бұл кісінің айтып отырғаны аннуитетный платеж. Мысалы үшін банкта енді өздері саясаткер ғой, енді олар ұзақ мерзімге алатын болса, айына адам 100 мыңнан бастапқы 2-3 жылында жақсы төлейді. Платежеспособность жоғары болады. Соны олар есепке алады да, алғашқы 3 жылда жаңағындай өзінің процентін, пайызын алып қалу үшін төленген 100 мың теңгенің, мысалы үшін айтайық, айлық төлейтін график бойынша 100 мың теңге болатын болса, оның 80 мың теңгесін өзінің пайызын алады да, 20 мың теңгесін ғана негізгі қарызды жаңағы өтеуге сөйтіп сондай график жасады. Демек, несие алушы таңдау жасай алмайды екен. Қазіргі заңда ол кез бұрын болмайтын, қазіргі кезде енді памятка деген болады. Адамға негізі банктың менеджерлері түсіндіру керек осының барлығын. Біріншіден түсіндірмейді, екіншіден оқымайды. Оқымайды, екіншіден түсіндірмейді. Ондай нәрсені білмегеннен кейін алады да қол қоя салады. Білімсіздігін пайдаланып. Негізі заң бойынша олар түсіндіріп айту керек. Міне сізде осындай 3 метод бар. Осыны қайсысын таңдайсыз деген сияқты. Ол өздеріне айтқан тиімдісін таңдайды ғой. Жаңағы банк үндемей қойып бере салдың, енді сен осыны таңдадың деген сияқты. Иә, оны қол қойып қойдың ғой дейді. Енді көп заңгерлер осы банкке қатысты осындай демек қарыз алуға да білім керек деңізші. Иә, енді ол қарызды қайтаруға білім ал деп жатырмыз ғой. Қарыз алуға да білім керек екен ғой. Енді көп жағдайда көп заңгерлердің мұнда кіргісі келмейтіні не? Ол шартқа қол қойдың, ақшаны алдың, болды, не онымен дауласатын деген бар да. Бірақ заң бойынша заңда тек қана банктың қарыз берушінің ғана құқығы емес, сол сияқты қарыз алушының да құқығы көзделген ғой. Мен осы кісіні мысалға бір жұрттар ойлауы мүмкін, неге осы Қанат мырзаны неге таңдадыңыз деген сияқты. Бұл кісімен көбірек сөйлестім, юрист көп қой, бірақ бұл кісінің жанын беріп, жанын жеп адамдарға болсыншы деген. Біздің бәріміздің негізі Жеңіс Орданың ниеті де сондай ғой, адамдар құтылып кетсе екен, нәтиже болса екен деген сияқты. Бұл кісімен бір жерден шыққан, бұл кісі тегін де жасайды, бар болған бір 10 мың теңге алады жаңағы несіне, консультациясына деген сияқты. Мен айтам, неге арзан қылып қойып отырсыз? Құсын сол төлесінші деп жақсы жасауға тырысып жүрген адам, және көп мөлшерде жаңағы сол адам құтылып кетсін деп, ана жұрт басқа юристтер кіргісі келмейтін пункттарға кіреді екен да. Сол нәрсені көріп, артықшылығын көрдім. Шынымен де осы нәрсені түсініп жатқан адам аз да негізінде. Ісіңізге береке берсін деп айтам. Рахмет. Басқа қандай сұрақтар? Менде жаңағыда сұрақты жалғастырған кезде, егер қараңыз, ол аннуитетті таңдап қойды да, ол мысалы 1 жылдан кейін қайтадан равный долями договорды пересмотреть ете ала ма ол адам? Ете алады. Негізі ете алады. Реструктуризация займа деген бар. Ол жаңа қарыз алушының ондай құқығын ешқашан ешкім оны жоққа шығара алмайды. Бірақ енді теорияда солай болғанмен кішкене тәжірибеде ол нәрсе қиындау болады. Енді оны жаңағындай Нацбанкқа жазып жүріп, дәлелдеп жүріп, мынау мен ол нәрсені білмедім, бастапқыда осылай қол қойып қойдым деп жүріп, жаңағыны жасауға болады. Яғни үміт бар дейсіз ғой по-любому. Иә, қазіргі таңда, мысалы үшін мен осы жолы елбасы жаңағы өзіміздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемел Тоқаевтың өзім разы болдым бір жағынан.
халық қарызға батып кетті, бұл нәрсе мен қатты уайымдап жүрмін, жуықта мен бір нәрселерді ұсынамын деп айтқан кезде мен өзім сол нәрсесіне қатты өзім разы болдым да. Дәл осы жағдайда қазір банктарға да мысалы үшін сондай заңдарға өзгеріс еніп жатыр. Төлей алмай жатсың ба, бірінші жаз, арыз жаз, банк заңгер ретінде сіздер қазіргі уақытта сол үкіметке ұсыныс тастай аласыздар ма? Заңгер ретінде біз парламенттерге ұсыныстар тастай аламыз. Енді ол жаяу айтады ғой қазақ, жалғыздың үні шықпайды, жаяудың шаңы шықпайды деп. Біз сияқты жалғыз бірлі жарым заңгерлер болған кезде осы сәтті пайдаланып ұйымдастыруға болады. Естеріңізге алып отырыңыздаршы, бұйыртса жақын арада сондай бір заңгерлердің басын қосып бір мастер-класс деп айтсақ бола ма, қалай болғанда осы қазақты қарсыз қыламыз деген сияқты тақырыпта юристтерді, заңгерлерді жинап алып, өзіңіз бір осындай бір ұсыныс тастасаңыз, бұны жасау керек негізінде. Яғни ортақтасқан түрде әркімнің проблемасы бар, сіздерге адамдар көп келіп жүр деген сияқты, біз де қосылармыз деген сияқты, сол жерге мынандай пункттарды жасап, соны парламентке ұсынсақ болады ғой. Болады. Жақсы идея мысалға. Осы жерде айтатыным, құрметті тыңдармандар, сіздің де өзіңіздің негізгі осындай бір ұсынарыңыз болатын болса, сізден артық ешкім білмейді ғой. Сіздің проблемаңыз болған кезде сізде осындай болса ғой шіркін дейтін бір ойларыңыз болатын болса, мүмкін аранызда заңгер бола ма, болмаса қарапайым қарызгер боласыз ба, комментарийға өзіңіздің ұсынысыңызды жазып кетіңіздер. Алла қаласа біз жақын арада ол нәрсені жеткіземіз деген ойымыз бар. Соған комментарий жазып кетсеңіздер, арасында айтып кетіп жатыр. Жаңағы тек қана негізгі қарызды ғана қайтаруға бола ма деген тағы бір жағдай. Егер мемлекет сондай бір заң қабылдаса, нормативный акт қабылдаса, мысалы үшін жаңағы барлығы осындай ұсыныс тастауға бола ма деп айтып жатсыз ғой. Мынау егер хабардар болсаңыздар, 2015 жылы 15 январда 2004 пен 2009 жылы аралған ипотекалық несиелерге байланысты үкімет жақсы өте заң қабылдады. Ол кезде ол қаулымен сол кездегі жалпы негізгі қарызды ғана қалдырып, есептелген жаңағы өсім, штраф, айыппұлмен жаңағы вознаграждениенің барлығын үкімет списать етіп тастады да, қайтадан основной долгты қайтадан 3%-ке, қайтадан 20 жылға, 15 жылға қайтадан жасап берді. Сондай жағдайда, сондай бағдарламалармен осы нәрсе мүмкін. Қазір мен енді үміттеніп жатырмыз. Бәлкім жаңа жылдан кейін осындай бір бағдарлама болып қалуы мүмкін. Егер ол кезде тек қана мынау ипотекалық жаңа тұрғын үй соған ғана қатысты болатын болса, мынау қазір жаңа жылдан кейін мынау тұтынушылық несиеге байланысты осындай бір бағдарлама болып қалуы мүмкін деген сондай үміттеміз. Тағы бір осы несие алушылардың арасында ең жиі кездесетін мәселелердің бірі ол арес деп жатады ғой. Оның шотын ареске түскен кезде ол қандай әрекеттер жасау керек? Мүмкін біз білмейтін шығармыз, заңды тұрғыдан бізге қарай тиімді бір заңдылық жақтары бар ма, шарттар ареске кеткен кезде? Ареске енді Аллаға шүкір, ареске қойылғандарды шешіп жүрміз. Жаңағы ареске қойып тастайды, сот орындаушыға түскен күні қарыз үшін шетелге шыға алмай қалады деген сияқты. Енді ондай істерді біз жасап жүрміз. Жолдары бар. Бізге өйткені енді ол жалпылама бұлай емес, әрбір адамның жаңағы жағдайына байланысты жеке ол істеу әбден мүмкін. Заңмен көзделген жолдары бар. Арестен шешу. Негізі арестен шешуден үлкен бөлігі ғой. Например, мысалы кезінде өзімде менде кредит болған кезде арестқа қойып тастады ғой. Мысалы карточкам бар, мен машинамды негізі ойлағам, машинамды сатып сол кредитті жауып тастаймын деп ойлағам негізі. Сол машинамды сата алмай қалдым осы аресттің шетіне өзегінен. Бірақ енді ол кезде жаңағындай аресттен шешіп сатып кредит жабуға болады деген әңгімені ешқандай өзі естіген жоқпыз ғой. Осы жақын арада ғана естіп жүрміз ғой ондай нәрсені. Иә, енді қазір мынау қарызға бойынша сот орындаушыға жаңағы түседі ғой. Төлемегеннен кейін жаңағындай сот орындаушыға береді. Бірден сот орындаушыға береді. Ол соттың шешімі болуы мүмкін, немесе жаңағы қазір атқарушылық жазба дейді, исполнительный надпись, нотариус сондай шығарады. Кейін сот орындаушыға түскен кезде енді тек арест деп былай түсінеміз. Енді өте қиын жағдайда қалады клиенттер. Бірінші есеп шотына арест қойып тастайды, мүлігіне қойып тастайды. Егер
жаңағы қарыз суммасы белгіленген мөлшерден 20 айлық есептік көрсеткіштен көп болатын болса, онда шетелге де шыға алмай қалады. Одан кейін қазір мына нотариусқа барып доверенность бере алмай қалады. Запрет на совершение нотариальных действий деген болады. Одан кейін кейбір сот орындаушылар тіпті сол адамның жүргізушілік куәлігіне шектеу қойып тастайды. Сонымен пайдаланады. Ондай да бар да. Яғни табыс табатын жолдардың кейбірін шектеу қойып жатыр. Соны біз айтамыз, ол парадокс қой. Адам мысалы үшін басқа таксовать етуі мүмкін, одан басқа табыс көзі мүмкін. Енді соған да жаңағындай арест қойып тастайды, сондай жағдай. Қалай қайтарады саған дейсіз ғой. Иә. А ол мен я имею право деп отырады. Яғни осы жерде есімде бар, маған бір адам қарыз болған. Енді қарыз болғанда 2-3 миллионның төңірегінде. Сол жігітке әрқашанда хабарласып, бауырым, қашан қайтарасың, басында жай айтасың. Енді бәрінде сондай болады ғой, басында жай айтасың. Кейін кішкене ызаланып бастайсың. Өзін ұстай алмай қалатын уақыттар болады. Жаңағы айтқан сияқты ол туралы ақпарат жоқ қой, жасап отқан жасауын. Бір күні ол кісі маған әдемілеп жазып жіберді, сабырлы кісі жазып жіберіпті. Жәке, бір жерден бір ғұламаның сөзін естідім дейді жаңағы. Негізі қарызды қайтара алмай жүрсе, оған жаман сөздер айтпау керек, оны қыспаққа алмау керек, керісінше оған көмектесу керек. Яғни қайтаруға көмектесу керек деген. Сіз маған қай жағынан көмектесе аласыз деп жазып жіберіпті маған. Өте әдемі жазғанда мен ойланып қалдым кәдімгідей. Сосын айттым, давай кездесейік деп. Сөйтіп барсам мед сатады. Көп мед сатады. Бірақ проблема ода, бизнесмен ретінде мед көп болғанмен, бизнесмен ретінде оны сату мәселесі қиын екен да ол кісіде. Сосын мен айттым, жақсы, мен саған медті сатуға көмектесейін деп. Бір күні ана қарызымды қайтару үшін бар ғой, солмен бірге медті сатып, тіпті соның бизнестің жарысына кіріп кеттім мен. Ана медтің бәрін өзім тасып, өзім біреулерге сатып, рекламировать етіп, ананың сатушысы болып кеттім ғой мен деген. Сөйтіп өзімнің қарызымды өзім қайтардым яғни мен отработал дейсіз. Яғни бар ғой, бүкіл еңбекті жаңағы алып алып өзім. Бір жағынан шынымен былай айтқан жақсылық жасадым, бірақ өзімнің қарызымды мен көмектеспесем, яғни оған біреу көмектесу керек еді ғой, енді ешкім көмектесетін адам болмағасын. Яғни менің сол жағында білім болғаннан, яғни бизнес жағынан білім болғаннан кейін, бизнесті соған көмектесіп, сол нәрсенің өтуіне көмектесіп, өзім қарызымды өзім қайтарып алдым негізінде. Шынымен де жаңағы сөзден шығады ғой. Банктер негізінде қарыз, кредит беруді ғана емес, сол кредитті қалай ол адам төлейді деген нәрсеге фокус қойса, яғни ол да жақсы болатын еді да. Бағанағыдай қыспаққа алмаса, керісінше мүмкіндік берсе деген сияқты ғой. Иә, енді мынау шетелге шығуға шектеу қойып тастайды. Мүмкін адам саудамен айналысады. Турциядан, басқа жақтан товар тасуы мүмкін. Алады да ограничение қойып тастайды, шектеу қойып тастайды, бітті. Ол банкқа да қиын, адамға, клиентке ол аубастан қиын. Сөйтіп жаңағындай парадокс сондай болып қалады. Қашып кетеді деп ойлаймын. Иә, енді ол қашып кететіндей емес қой енді. Көп ақша емес, мысалы үшін. Сондай нәрселер бар да, егер соған қараса әрбір адамға неге, онда өте жақсы тамаша болар еді. Ал егер мысалы қараңызшы, Қанат мырза, егер ана адамда кредиті бар мойнында, егер ол адам мысалы бір Құдай сақтасын, қайтыс болып кететін болса, ол қарызды кім қайтарады? Енді заң бойынша адам қайтыс болып жатқан жағдайда адамның міндеттемелері ол қысқарады. Прекращение обязательств дейді. Бірақ оның мұрагерлері болатын болса, мұра қабылдайтын болса, мысалы үшін айтайық, адамның үйі бар, бір азаматтың, одан бір 5 миллиондай қарызы бар. Содан кейін адам қайтыс болып кеткен кезде жағдайда мына адамның атындағы үйді, артындағы бала шағасы, жаңа әйелі, мұрагерлері ғой, жақын туыстары. Солар жаңағы сол мұрагерлікті қабылдап алатын болса, сол мұрагерлікпен бірге міндеттемелер де өтеді. Ана мысалы үшін 50 миллион болып, мына үйдің бағасы 5 миллион ғана болатын болса, мына 50 миллион барлығы өтпейді. Қанша мұрагерлікке алған мүліктің мөлшерінде міндеттеме өтеді. Түсіндіңіздер ме? Мысалы үшін мына жақтан 5 миллионның мүлкін мұрагерлікке қабылдайтын болса, мына жақтан 5 миллионның міндеттемесін алады. Бізде заңда солай көрсетілген. Ал егер ол үймен байланысты болмаса, мысалға, жай ғана бір кредит алды, например, мысалға, миллион теңгеге киім алу үшін деген сияқты, сондай немесе жиһаз алу үшін көп қой енді қазір. Сол нәрсе алу үшін алды деп айтайық.
олар қалай болады? Енді ана бұл жерде жаңа қайтыс болған адамның атындағы мүлік қалса болса, кейбір жағдайда мүлікте болмауы мүмкін. Мүлікпен байланыспаған ғой. Жалпы негізінде залог деген нәрсе болмайды бұл жерде. Жоқ, бұл залог мәселесін айтып отырған жоқпын. Бұл жерде мүлігі болмаса, мүлігі болмаса болды, онда мына кісілер мұрагерлікті қабылдамаса, қай уақытта мұрагерлікті қабылдайды? Мүлікті өзінің атын аудару үшін жаңа мұрагерлік іс ашылады ғой. А мұрагерлік іс ашылмаса болды, мынаны банк алады да. Ол банктың тәуекелі екен ғой, банктың. Бірақ онымен енді өлген адам рахат екен деп өліп қалмайды. Сол үшін ғой банктың саясаты көп адамды гарант қылып, созаемщик қылып, жаңағы залог деп, дополнительный залог деп көп нәрселер бүйтіп жаңағындай байлай береді андай. Сонда кредитті былайша айтқан кезде наследство болып тұр ғой, негізі мұра болып тұр ғой кредит деген. Жоқ, мұрагерлікпен бірге алсаң міндеттеме өтеді. Соны айтамын да, былайша қарасаң, сол түсінікпен қарасаң, онда ол да по-своему. Сонда адам ойлану керек дейсіз ғой, ертең мен қайтыс болатсам мен мұраға не қалдырамын деп ше, мен кредит қалдырамын ба? Енді ол жақсы, мысалы біреуге мұра қалдырып кетіп, мысалы, ола жабылып кететін болса, анаяқта да енді сұра алмаймыз ғой деген нәрсе. Ол тіпті ешкім білмей қалып жабылып кететін болса, ол енді тірі адамға рахат шығар енді бұл жердегі. Қайтқан адамға да қиын болып тұр ғой, енді ол бәрібір бар ғой, енді аяққа барғанда қолында кісенімен барады деген сияқты. Кредит та, қарыз да екеуі бір әңгіме емес па? Екі бір әңгіме ғой, иә. Бізде енді кредит деген кезде, ой, ол мемлекет қой деп ойлайды, ол банк қой деп ойлайды. Ар жағында тұрған бір адам ғой енді. Бәрібір, иә, қарызды қайтару керек қой. Кредит енді кейбіреулер мысалы үшін көп дінге қатысты айтқан кезде ол болады екен дейді, білмей қалыппын дейді. Енді білмей қалсаң да шарт жасасын ба, шартыңды орындау керексің. Содан кейін барып жаңағы кейін ол бұл нәрсені жасамаймын деп жаңағы тәуба қыласың да. Абылай үзілді кесілді тастап кетуге болмайды. Осы көп адам қарызын қайтара алмағаннан кейін арестте жүреді, кейіннен оған артында сотқа барады дейді ғой. Арестте жүріп кейін артынан оның ісі сотқа кетіп қалған кезде жағдай қалай болады? Бұл кезде қарыз алған адамның әрекеті қандай болу керек? Енді бұл жерде адам просрочкаға шығып бастар кезде мен жаңағы өзімнің клиенттерім айтатыным да, төлей алмайсың ба, сен мына кредитті төлей алмайын деп жаңағыда ана жерден қарыз алып, мына жерден қарыз алып, ол кредитті жабу үшін басқа кредит алып деген ондайды қойып жаба алмайсың ба, ары қарай болатын нәрсеге дайындал деп айтамыз да. Бірінші сотқа дейінгі жағдайын жаз. Ол енді банк оған бір жақсы бір шара қолданбаса да, ол ертең сотқа барған кезде сенің қолыңда дәлел болады. Өйткені енді бұның барлығы мен енді әр заңгердің өзінің тактикасы, стратегиясы бар ғой. Мен сол жерде неге бұл нәрселерді жасаймын? Өйткені кейін сот барысында бір статьяларды осы негізінде сол статьяларға сүйену үшін мен осы нәрсені жасадым. Мен бір жақсы статьялар бар. Ол статьяларды мен осы қарсыз қазақ деген алғашқы лекте мен сабақтар болды, 5 сабақ болды. Соны тыңдаған адамдар соған қатысса, тыңдаса, осы жерде мен кеңірек түсіндіріп. Көп мәселе шешілді. Көп мәселе шешілді. Адамдар да рахметін әлі айтып жатыр ғой. Ой, мына нәрсені түсінбей жүреді деген сияқты. Бәрі болса қарапайым нәрсе. Бірақ енді оны кез келген юрист білмеуі мүмкін ғой, кез келген заңгер білмеуі мүмкін. Енді сіз соны іздендіңіз ғой. Ізденгеннен кейін соны үшін тауып дейді ғой. Кез келген адам сотқа барғанда дейді, ең жақсы заңгер кім деген кезде ең жақсы аргументті таба алатын адам дейді. Яғни заңгердің барлығы заңның бәрін жаттап ала алмайды. Вот айтайын, сіз заңды жатқа білмейсіз ғой. Бірақ заңгердің өзі сондай болады екен, аргумент дейді ғой, жаңағы статьяларды тауып алу, ол заңгерге байланысты, яғни қалай іздеп тауып алады деген сияқты ғой. Яғни оны тәпсірлей білу деген нәрсе бар, толкованиясы бар оны. Сотқа қалай жеткізесіз оны? Бір сөйлемді сотқа мына жағынан жеткізуге болады, мына жағынан жеткізуге болады екен да негізінде. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл айтқанда заңгердің ойлау қабілетіне де тікелей байланысты деп ойлаймын. Енді осы жерде бір тосыннан бір сұрақ қойып кеткім келіп тұр. Қарызды банкпен байланыстырған кезде енді жақсы кредит болсын, басқа болсын, адам мәселесінде біз бір адамнан қарыз алдық. Екеуміздің арамызда тек қана бір таныстық, достық деген сияқты, көрші, басқа деген сияқты болды, бірақ бір 500 мың теңге ала салдық, ол да маған сеніп қалды, қайтарады ғой деді. Бірақ көп уақыттар жүрді, қайтпады, анау ызаланды, сосын мен сені сотқа берем деді, ананы айтты, мынаны айтты деген сияқты. Енді сол нәрсені екі ортада
жағдайымды түсінсеңші, мысалы сот десе қорқады ғой, біз қазақ сот десе қорқамыз ғой, сот десе бір түрмеге істеп кетеді деген сияқты. Соттың бәрі түрме емес қой, бірақ сотқа бару деген сөз бұл жерде екі адамның бір бірімен екі адам келіспей жатқан кезде үшінші адам отыруы, бұл сот деп атала береді да, яғни ол кабинеті бар, өзі сұсты болады ғой өзі. Барған кезде екі адамның бір бірімен дауы болады ғой. Мен саған айттым ғой, давай мен саған айына 10 000 теңгеден төлеп тұрайын, жоқ келіспеймін дейді анау. Енді 500 000 теңге төлейін десең, жоқ сенде. Бірақ сенде таксовать етесің, күніне бір 5 000 теңге түсіп тұрады, 10 000 теңге түсіп тұрады. Енді мен ұстай алмаймын ақшаны, деп айтайын мысалға. Аламда 5 000 теңгені үйде жинасам, ол продуктыға жұмсалып кетеді, памперс кетіп қалады, өйтіп билет. Бірақ ана адамға 5 000 теңге беріп тұрсам күніне, жайлап құтыламын да, ол маған да жақсы деген. Бірақ анау келіспейді. Жоқ, маған бірден бер. Енді әркімнің шыдам жете бермейді, жақсы бір ящикті алып қойып, біз үйретіп жатамыз ғой кейбір уақытта. Ящикті алып қойып, оның ішіне там 5 000 теңгені салып қойып, мынау соның ақысы, ертең жиналғанда берем дейтін адам, ол қандай пысық адам. Сөйтеді де оны жинамайды. Енді екі ортада соны заңдастыруға бола ма? Көнбесе де. Сіз көнбейсіз, бірден қайтар дейсіз. Жоқ, мен сізге берем деймін, ол алмаймын дейді, бірден қайтар дейді. Сол кезде мен сотқа бере аламын ба? Мысалға сотқа барып, сот мырза, мен мына кісі маған талап етіп жатыр. Мен оған бүйтейін десем, ол сенбейді. Айтқанда жоқ, қаламайды. Енді мен қазір не оны қайтара алмауы мүмкін, мен 500 000 жинай алмаймын. Өзім жинай алмағаннан кейін бар ғой осындай проблема болып тұрған деген сияқты. Сол нәрсе жоқ. Осы нәрсені сотпен заңдастыруға болады. Енді көп жағдайда қарыз адам өзі сотқа бере алмайды да, өйткені мынау талап ету құқығы дейді ғой. Талап ету құқығы көбінде талапкер деп айтамыз, талап қоюшы деп жатамыз. Орысша истец дейміз. Ол қарыз берген адамда болады да. Ол енді сол үшін ол сотқа береді. Ал қарыз адам мынау менен ақша талап етсінші деп сотқа бере алмайды ғой. Ол көп жағдайда талапты, қай жерде болсын, талапты қарыз берген адам қояды. Енді қазір бізде мына сотта тәжірибесінде бірінші сотқа іс келіп түскен кезде судья примиритель деген болады. Медиация. Бітімгершілікке келтіретін судья дейді. Ол звондайды. Медиатор. Ана жаққа хабарласады, мына жаққа хабарласады, айтады, осындай іс келіп түсті. Осы дауды сіздер өзара бейбіт жаңа медиациямен шеше аласыздар ма? Шеше алсаңыздар, жаңағындай шешейік деп судья медиаторға жаңағындай шарттарын айтады. Ана кісі айтады, мен былай қайтара аламын, жаңа 10 000 теңгеден қайтара аламын, ана кісі көнем немесе көнбеймін деген сияқты. Егер оған келіспейтін болса, кейін уже сотқа кетеді. Уже жаңа талаптың негізінде по существу дейді ғой, жаңа қарастырылады сот. Енді біздің заңымыз қазір сондай, сол соттың өндірісінің кез келген стадиясында, кез келген сатысында жаңа медиацияны жасауға болады. Яғни қазіргі мен айтып отқан нәрсемде сотқа емес, мен медиаторға бара аламын. Былай да медиаторға да бара аласыз, сот арқылы да бара аласыз. Егер мен қарыз болсам, мен қарыз болсам, сіз қарыз болсаңыз бара алмайсыз. Өйткені ол уже мына жерде талап ету құқығы бар. Және осы нәрсені мысалы кеше айтып отқан нәрсені жоғарыдағы неге мемлекеттің тарапынан парламентке деген сияқты осы нәрсені ұсынса болады ғой негізінде. Неге? Өйткені шынымен адамдарда жинау деген қабілет жоқ та. Бірақ төлегісі ақ келіп тұр. Түсіндің ба? Бірақ жинай алмайды, сондықтан да төлей алмай жүр. Екі жақта проблема болып отыр. Ал ана адам өзінің жаңағы қаламағандықтан деген сияқты ғой. Сол нәрсе болып отыр да. Шынымен міне көп адамдар солай кездеседі. Күніне қайтарып тұратын болсам, келіссең қайтаратын едім деген сияқты. Соны заңдастыра алмайды да екі ортада. Көрдіңіз ба? Сөйтіп қарызда қайтпай жүр. Ананың да мәселе шешпей жатыр, мынаның да мәселе шешілмей жатыр деген сияқты. Осы орайда бір шешімді көру керек сияқты деп ойлаймын негізі. Мен осы жуықта бір жеңгем маған айтады, біреудің қол хаты бар. Қанша жыл, 2 жыл болды маған ақша төлемей жүр, осы іспен сен айналысшы дейді. Жарайды дедім, жаңағындай көп сумма емес. Сотқа бердім. Сотқа бергеннен кейін бірінші процесс болды. Екінші процессте ана кісі өзі звондап айтады, менен бәрі ақша алғаным рас қой, мен қайтарайын, бірақ бірден қайтара алмаймын. Ай сайын мен 50 000-нен қайтарайыншы. Ноябрьден бастап. Мен жеңгем айттым, осылай деп жатыр, енді көнсең жақсы, өте тиімді жақсы. Егер төлемей қойса қайтеді дейді. Оны төлемей қойса, кейін бәрібір атқарушылық өндіріс жаңағы пара қалып, қайда мәжбүрлеп өндіріп, кез келген уақытта сотқа бере береміз. Сөйтіп жаңағыдай график жасатып, алғашқы жаңа ақшасын, жарнасын төлеп, сөйтіп медиациямен жаңағыдай жасадық сол нәрсені. Онда демек
жаңағы менің жағдайымда ана саған қарыз берген адамға сотқа беріңізші деп сұрау керек шығар. Сотқа беріңіз, сотқа. Иә. Өйткені қазір соттардың да яғни ана кісі сотқа береді, соны пайдаланып сіз сотқа өзіңіздің бағанағы жағдайыңызды айтып жасаған кезде солай болады. Яғни бұл жерде соттың көзінше ана кісі жоқ, мен келіспеймін десе де, сот мүмкін сенің жағыңа шығарып беруі мүмкін, иә. Сот өйтіп заң бойынша өйте алмайды. Өйткені мысалы үшін сіз жай профессиональный медиатор деген бар. Ол сот емес, ешқандай қолды, бірақ сізбен біз екеуміз келеміз де айтамыз, міне біз осындай шарттармен келісімге ниеттік, сіз соны бекітіп беріңіз деп, ол кісі бекітіп береді. Ол заңдық құжат болады кез келген жерде. Ал мына жерде соттың медиатор болған ол басқа. Мемлекеттің сондай қойған лауазымды тұлғасы сондай медиатор болған кезде ол сотта, қазіргі соттарда айтады, енді мына төле жағдай бәріне белгілі, осыншадан төлеймін деп тұр ғой, сіз төлесеңізші деп. Өйткені судья медиаторға бұндай құқық берілген. Медиатор былай көндіруге, былай сөйлесуге, енді анандай бүйтіп қысын көрсету нетпейді, бірақ медиатордың жаңағы қызметін сот атқара алады. Сол себептен сотқа берген кезде солай жасауға болады, мүмкіндік бар. Ал енді мен қазір біреуге қарыз бердім, ала алмай жүрмін, 4 миллиондай мысалға деп айтайын. Біреуде тағы бір 500 мыңдай деген сияқты, біреуде тағы бір, бірақ арамызда қағаз жоқ. Қолхат па? Жоқ, қолхат жоқ. Бергенмін, алып кеткен. Мен сотқа бере аламын. Сіз немен бердіңіз бе? Қолма-қол ақшаны? Қолма-қол бердім. Онда қиын. Өйткені бізде азаматтық іс жүргізу процесі бойынша сот тараптардың әкелген дәлелдеріне байланысты шешім шығарады. Жақсы. Ал енді екінші жағдайда мен бір адамға 4 миллион қарыз бердім. Ол алды. Қолхат бар. Қолхатта былай деп айтылған. Өтіп кеттің уақыты. Осы уақытқа қайтарам деген. Қайтарған жоқ. Енді мен оған тұрамды, сотқа беремін мен сізді десем, берсең бере бер дейді. Енді мен неге бермей жүрмін? Өйткені ол қазір айына маған 100 мың теңге төлеп жатыр. Енді мен сотқа берсем, соттың шешімі бойынша оның артында ешнәрсе жоқ. Бұл айтқанда істеп жатқан бизнесі де ешнәрсе тіркелмеген, вроде бы бір нәрсе жасап жатыр, бірақ ол ИП да жоқ, басқа да жоқ, әйтеуір бір нәрсені алып сатып жүрген адам. Енді сот онан сұрайды, доходың бар ма, бәрін сұрайды да, ешнәрсе жоқ болғаннан кейін, тіпті мен айына алып жүрген 100 мың теңгеден де айырылып қалмайын ба деген әңгіме бар да. Ондай да бар, иә. Ондай да мүмкін, иә. Ондай да мүмкін. Енді бұл жерде сіз айтып отырсыз ғой, қолхат бойынша уақыт өтіп кеткен деп. Мысалы үшін былай айтайық, негізгі талап қою мерзімі 3 жыл ғой. Мысалы үшін сіз 4 миллионды 1 жылға бердіңіз, 20-шы жылы бердіңіз, 21-ші жылы декабрьде қайтарам деді. Енді сіз осы 21-ші жылдың декабрінен бастап 3 жыл есептейсіз. Сіз 2024-тің декабріне дейін ол жаңағы қолхат бойынша сотқа беруге сіздің хақыңыз бар. Талап қою мерзімі ескермеген. Ал енді сіз төлеп жатқан кезде ғой, ол төлеп жатқан кезде сіз бере берсеңіз болады, өйткені ол соңғы платеждан бастап есептеледі. Өйткені ол өзі сол сіздің жаңағы алдыңызда қарыз екенін мойындайтын бір іс-әрекет жасап қойды ғой. Мысалы үшін коллекторлар звондағанда қайтеді, клиенттерге айтады, сіз жаңағы бір қанша болса да, бір 1000 теңге болса да, 5000 теңге болса да төлей салыңызшы, мен бастықтарыма айтам, мынау төлеп бастады деп. Не үшін? Өйткені олар сөйтіп мерзім өтіп кеткен шарттардың срогын сөйтіп восстанавливать етіп алады да. 3 жыл өтіп кеткеннен кейін олар жаңағындай давление жасайды да, содан кейін 500 теңге болса да төлей салшы дейді. Анау өз ағынан төлеген кезде 3 жыл қайтадан содан бастап есептеп кетеді. Жақсы. Енді үшінші бір мәселе бар, енді бұл адамдарда кездесетін шығар көп деп ойлаймын. Мысалға бір адам маған келіп, менің танысымнан қарыз алды. Бұл адам, ана адам қарызын өтемей қойды. Айтайық 5 миллион теңге өтемей қойды. Сосын тұрды, мына жігіт келді, маған айтты, мынау сіздің танысыңыз ғой, сіз таныстырдыңыз. Мен мына кісіні танымаймын. Маған сіз төлеп беріңіз дейді. Сосын мен айтамын, менің қандай қатысым бар, сіз болдыңыз ғой сол жерде, сіз ғой таныстырған дейді. Негізінде былай қарап отыратын болсаңыз, мен айта салам, қойшы, қаяқтан айтпа деп айта салам, бірақ мен жаңағы танымал адам болғаннан кейін, мен кішкене жаңағы күйе жалғанды қаламағаннан кейін, ақшамда болып тұрғаннан кейін айтам, жарайды, жақсы. Ана айтам, қарызы қайтарасың ба? Сен қайтармаймын дейді. Сен маған қарыз боласың, түсіндің ба? Қарыз боласың. Бірақ мен мынаны жауып тастаймын өзім. Деймін да, ана адамның 5 миллионын аламын да мына кісіге беріп тастаймын.
бұл кісі мәс. Бірақ екеуінің арасында қолхат бар да. Енді мен сотқа берейін десем, біздің арамызда қолхат жоқ. Мына кісіні сотқа берейін десем, бермей қалды, жоқ болып кетті. Мына кісіге барып сотқа бер десем, мен алатымды алып алдым дейді. Не істеймін, сотқа таскать етіліп дейді. Көрдіңіз ба? Енді мен не істеймін, мына қолхатты алып сотқа бере аламын ба? Енді сіз бұл жерде уступка право требования деген болады. Жаңа талап ету құқығын басқа біреуге беру. Коллекторлардың негізгі жұмысы сол ғой. Мысалы үшін банк болған кезде банк алады да сіздің қарызыңызды право требованияны шарт бойынша коллекторға беріп жібереді. Сіз коллектордан мысалы үшін клиент ақша алған жоқ, бірақ коллектор оны әкел ақшаны әкел деп мазалайды. Сол тура сияқты заңда уступка право требования деген бар. Сіз бұған ақшаға бергенде айтасыз, жарайды, қолхат бар ғой, сол қолхат бойынша сен маған қолхат жазып бересің, мен мынадан мынаның несін бойынша алдым, соның жаңағындай осы кісі талап ете алады дегенде. Керемет нәрсе. Мен ол шешім көптен бері ойланып жүрдім. Не істеймін енді? Уступка право ана кісіге барып айтайын десем, ана кісі қой, мен болды, мен басым ауырмайды, болды, алатынымды алып алдым деп жүрді. Уступка право требования деген ол азаматтық кодексте арасында кескін айтып қояды, бердім ана кісі деп қояды. Қызық екен. Бар сондай. Ондай сұрақтарыңыз? Бізде енді уақыт болып қапты. Қысқа уақыттың ішінде біз білмейтін бірнеше ақпараттарды естідік та, мә солай да жасауға болады екен ғой деп ше. Заңдық тұрғыдан біз өзіміздің қарыз алушы ретінде өзіміздің құқықтарымызды білмейді екенбіз. Бізге қонақ болып келіп, өзіңіздің біліміңізбен бөліскеніңізге көптен көп рахмет. Бұйырса бізде қарсыз қазақ методикалық курсының екіншілігі басталады. Құрметті көрермендер, осы біздің юрист заңгер ағамыз сол жерде болады. Мына жерде бірнеше сұрақтар қойылмай қалды. Каждый сұрақтың астынан былай болса қалай болады, былай болса қалай болады деген сұрақтарды көп шығара беруге болады. Бірақ бізде уақыт тәмам болып қалды. Бұйырса біздің осы курста Қанат ағамызбен Алматы қаласында офлайн кездесе алады, офлайн кездесіп бір 15 минут уақыт береміз. Өзіңіздің сұрағыңызды жеке кездесіп қоя алатын мүмкіндік болады. Сол жерде толығырақ курс біткеннен кейін де курс басталғаннан 40 күн уақыт ішінде ме? Сондай ма? 40 күн аралығында белгілі бір өзінің мерзімі болады, графикпен қойылған. Сол уақытта келіп, жеке өзіңіздің осындай заңгер керек сұрақтарды қоя алатын боласыз. Толық мәліметті төменде сілтемеге мен қойып кетем. Сол жерде менеджерлерге шығып, толық ақпарат ала аласыз. Ал бүгін өте пайдалы ақпараттар айтылды деп ойлаймын. Баршаңызға рахмет. Жеңіс мырза, сізге рахмет. Қанат мырза, сізге де рахмет. Мейір мырзаға да рахмет. Осы уақыт бойы бізді ұйып тыңдап отқан көрермендерге рахмет. Егер біздің подкастымыз, түсіріп жатқан контентіміз сізге ұнаған болса, пайдалы болған болса, төменге комментарийға жазып кетіңіз. Не нәрсе ұнады, не нәрсе ұнамады, не нәрсені одан да жақсырақ жасауға болатын еді деген сияқты. Біздің парақшамызға тіркеліп кетіңіз, мына жерге қоңырау белгісін басып кетіңіз. Сіздер үшін алдағы уақытта осындай подкасттарды жиі шығарып тұратын боламыз. Келесі подкастта кездескенше қош сау болыңыздар. Әр қазағымыз қарсыз болсын.